Армысыздар, құрметті қазақ елі, баршаларыңызға Алланың разылығы мен тыныштығы болсын деп мына бір әңгімені айтып жіберсек айып көрмессіздер. Мына аталы жол бәрімізге де бөтен емес, аталы жол. Бәріміз де аталы жолдамыз негізі. Не істесек те, қай топта жүрсеңіз де, белгілі бір топта жүрсеңіз де, жоқ әлде өз бетіңізше өмір сүріп жатсаңыз да, бәрібір де біз бәріміз аталы жолдамыз. Мына Тоқберген Байтасов атамызды танитын шығарсыздар, бәлкім танымайтын шығарсыздар. Танымасаңыздар, онда қарау керек, тыңдау керек, әркім өзінің керегін алу керек. Бұл жерде өте жақсы болашағымыз жарқын болу үшін неше түрлі әңгімелер айтылып жатыр. Соны тыңдап, әркім өзінің керегін алған дұрыс. Біз бұл өмірге келгеннен кейін, Абай атамыз айтпақшы, басқа аталарымыз айтпақшы, тек ішіп жеуге, ұрпағымызды қалдыруға ғана келген жоқпыз. Біз осы өмірге келгеннен соң артымызда қандай із қалады, және де ертеңгі ақыретті күніміз қандай болады деген сияқты сұрақтарға біз жан-жақты өз бетімізше жауап беріп, әркім өз бетімізше дегенім, әркім өз жетілу керек. Жанымызды жетілдіру үшін келеді екенбіз, жанымызды шынықтыру үшін келеді екенбіз. Бос борпылдақ болмауымыз керек, және өте қатты да болмауымыз керек. Құранда айтылған адам деген өте жұмсақ та болмау керек, өте қатты да болмау керек, орташа болу керек деп. Бұл барлық адамның іс-әрекетіне байланысты. Біз не істесек де, сөйлесек те, қандай қарым-қатынаста болсақ та, үйде болсын, далада болсын, кіммен араласып құралассақ та, біз өте жұмсақ болғанымызда және өте қатты болғанымызда дұрыс емес екен, орташа қалыпта болуымыз керек. Ол адамның байлығына да байланысты, яғни материалдық байлықты бәріміз жақсы көреміз ғой. Шіркін байып кетсек дейміз. Сөйтсе ғұламалардың өздері, шын Құдайдан келген ғұламалардың өзі байып кетейік деп армандамайды екен. Айта берсеңіз әңгіме көп қой. Бәріміз дардай болуымыз керек екен. Дардай болып осы өмірден өтуіміз керек екен. Мына Дардай деген кітапты оқып шықтым. Дардай деп неге айтады десем, бұл кейіпкер бір түнде өсіп кетіпті. Одан бүкіл жұрт шошиды. Бұл жерде енді автор тікелей мағынада айтып отырған жоқ, жанама мағынада айтып отыр. Өсіп кеткенде бұл кісінің бір ауыл адамының рухына байланған да, жаны рухына байланған. Сөйтіп оның сөзі де, өзі де өзгеріп шығады. Құдайшыл болады да енді. Соған жұрттың бәрі таң қалып, оны бөтен сүйді. Кейін жұрттың басына қиын сәт туғанда ол халықты құтқарып қалады. Сонда халық оны жақсы көріп қалады. Міне, негізі осындай да, ол адамның рухын айтып отыр, дәу деп, дардай деп. Баяғыда анамыз айтушы еді, дәу болыңдар, дардай болыңдар деп. Өз баласына да, өзге баласына да сөйтіп бата беріп отыратын, сондай аналардан туылғанбыз ғой бәріміз де. Енді мына ата жолдың әңгімесін тыңдап, әйтеуір ұйқылы ояу тыңдап тұруға тырысам өз басым. Өйткені шын мәнінде бұл жолда жүрген адамдардың әрбірін өз басым өте бағалаймын және сыйлаймын. Қой сен бе дейді ғой. Ойбай, мына қатын не айтып отыр, орысша лап боқтап отыр ғой демеңіздер. Бұл сөз мен тәңіршілерден естідім. Бірінші өзімнің анамнан естідім. Анам солай айтайтын. Сол кезде мен анам айтатынымда, анам-ау,
апам-ау. Ол кезде біз ана демейміз, мама демейміз, апа деп сөйлейміз ғой шешемізді. Апа, сіз боқтап қойдыңыз ғой, жаман сөз айтып қойдыңыз ғой дегенде апам айтқан еді, қарағым-ай, бұл бұрыннан бар сөз деп. Сол сөзді мен ешкімден естімедім, бірақ тәңіршілерден естідім. Тәңіршілер солай сөйлейді. Демек біздің ата бабамыздың түп тамыры сондай тәңіршілдік көзқараста болған ғой. Ізденетін адам ол өзі түсініп алады бәрін. Және еш нәрсе бізге жат емес екенін де түсініп алады. Мен қойшы не керек, сонымен не айтайын деп отыр едім. Мына аталы жолдың өкілдері бүгінде ер азаматтар әйелдерге қапа, әйелдер ер азаматтарға қапа. Осы Амантай деген жаңағы ер адам Алматыда болғанда сөйтіп қайтадан Ордаға барған. Алматының әйелдері, қатындары, ойбай кешіріңіздер, апа, әпшелеріміз, жаңағы сіңілерімізге сыймапты. Сөйтіп қайтадан Ақордаға келген, яғни Астанаға келген. Сонда не болды? Сұлтан қайтпапты, ол ана жақта, сол Атырау жақта жүріп жатыр. Бірақ менің айтарым, енді көп созбай қысқаша айтып өтейін, әйел балдарына қамқорлық керек, әйел балдарын сыйлау керек. Қазақта сөз бар ғой, ұра берсең Құдай да өледі дейді. Ол қазақ бекерге айтпайды ондай сөзді. Мына ер азаматтар өздерінің тәрбиесін ендігі жерде жақсы жақтан көрсету керек. Әйел балдары өзге түгілі өз бала шағасына тамақ пісіргісі келмейтін, кафеден, рестораннан іше салады, немесе дайын нәрсені зып еткізіп алып келіп, соны пісіріп жатады. Әйел балдары сондаймыз ғой негізі. Ал бұл жерде баптап сіздерге дайындап әкеп берген тамақты ішпеймін дегендеріңіз ол өте кесірлікке жатады. Сіздердің енді соншалықты әйел балдарын мақтап осы төбеге көтер деп отқан ешкім жоқ. Өздеріңізге көрінген нәрсенің бәрін айта беріңіздер. Не көрінді, не сездіңіз, сол үшін отырсыздар ғой. Ал енді ол әйел балдарының баптап дайындап әкеп алдыңызға қойған тамағын сіздер үйтіп отырғандарыңыз дұрыс емес. Өйткені пайғамбарымыз оны жасамаған, не бір ғұлама адамдар оны жасамаған. Сіздер сонда солардан үлкен болып кеттіңіздер ма? Ішсеңіздер, тыныш отырып ішіңіздер, сөйтіп көрінгенін айтыңыздар мәдениетті түрде. Жабайы адам сияқты жүрсіздер ғой бәріңіз. Шапан киіп алып, бүрісіп, тырысып, жұлысып. Ондай болмау керек қой енді, ондай кездің бәрін артта қалдыру керек қой. Қашан сонда сіздер дұрыс үлгіні көрсетесіздер халыққа? Әйел балдар шырылдап отырса, олардікі дұрыс. Ол нан жабу деген оңай емес, тамақ пісіру деген оңай емес мына заманда. Енді ол әйел балдарын бәрі өзінің туған туысқандарымен, бала шағаларынан ажырап сол жерде кім үшін жүр? Қайта өздерінің бала шағасына тамақ пісіріп, күліп ойнап, өз бала шағасының алдында жүрмей ма? Егер бала шағалары жоқ болса, сонда мейлі екен. Бар ғой бәрінде. Оларды ысырып қойып, сіздер үшін ата жол деп, халқым үшін деп, әруақ үшін деп, сол жерде тамақ істеп жүр. Тірліктеріңіз істеп, кірлеріңізді жуып, тамақтарыңызды пісіріп. Сіздер болса жаңағыдай көңіл күй танытып отырсыздар. Енді білмеймін, енді осылай жалғаса берсе, одан не жақсылық шығады? Менімше сіздердің Құдай біледі деп айтайын. Анам сөйтіп айтушы еді, әй, Құдайдан бұрын сөйлемеңдер деп. Құранда да жазылған ол. Сол кезде
анам айтатын, Құдай білет деп сөйлеңдер, бірінші жіда бірдеңе айтқыларың кеп тұрса деп. Анам айтпақшы, Құдай білет, мен білмеймін. Сіздер бірінші этапты уже аяқтауларыңыз керек. Бірінші этап ол таза тамақ ішу, таза киім кию деген үлгіні өздеріңізде әбден көріп жатырсыздар. Өзгелерге де әбден көрсеттіңіздер. Жасайтын халық оны жасап жатыр, жасамайтын халық оны жасамайды, ол халықты ешкім зорлай да алмайды. Әркімнің өзінің таңдауы бар. Енді ары қарай даму процесі сіздерде қалай жүру керек? Соны көрсетпейсіздер ма? Ал енді не дейді? Бәле қайда, бастан аяқ астында дейді. Бәлені іздесеңіз, ол бәледен бәле шыға береді. Осы адамның жаратылысын өз басым түсінгім келді. Сөйтіп ізденіп, әбден мен тойдым ғой. Мен қазір әбден тойып отырмын. Адамның жаратылысы өте жаңағы күрделі. Біз әрбіріміз жазылып қойған кітаппыз ғой. Енді ары қарай өзімізге де жазуға болады. Сол жазылып қойған кітапты қайталай берсек те болады, немесе жаңалап ол кітаптың екінші томын жазып қойсақ та бастап жаза берсек те болады екен. Жазып қойған деген сөз ол кешегі біздің істеріміз, қимылдарымыз, өткен өміріміздің бәрін қайталап, сол сияқты қайталай берсек, кешегі мінездерімізді, қылықтарымызды көрсетіп, одан түк те шықпайды. Одан біздің жанымыз өспейді. Біз рухымызға жалғанамаймыз өйтіп. Ал енді біраз мінез құлыққа өзгерістер енгізіп отырсақ, біз қателік бізден де кетіп жатыр ғой деп. Өз әйелдеріңіз өйтіп тамақ пісіріп бермейді ғой сіздерге. Пісіріп берсе қайда енді сол әйелдеріңізбенен келмейсіздер ма сол ортаға? Көпшілігіңіз бойдақсыздар. Дайын пісіріп берген тамаққа мін тағасыздар соншалықты. Бұл деген енді менімше өте өрескел жағдай. Бұған шектеу қою керек. Егер әйел балдары сөйтіп сіздерді сыйлап жатыр ғой енді, одан артық не істейді енді? Кішкентай, жасы кіші болса да тіл тигізіп сөйлейді. О дұрыс емес ол. Өз аналарынан үлкен адамдар, мысалы Маруан тәте, Анар, Аққу, өз аналарыңыздан, өз тәтелеріңіздей адамдар ғой. Олар қандай болса да сіздер сыйлауға міндеттісіздер. Пісірген тамағын ішпесеңіздер де міндеттісіздер. Бірақ алдыңа ас қойды, екі қолыңды бос қойды деп астан ешкім үлкен емес қой. Пайғамбарымыз тамақ ішкенде айтады ғой, енді көзіміз көрген жоқ, кітаптардан оқығанымыз. Қаласа әжептәуір ішіп алады екен, қаламаса деп қояды екен ысырып. Бірақ тамағың мынандай демейді екен дейді. Енді о кісілерде тырысып жатыр ғой сіздер үшін. Ойпыр-ай. Не деген ол бітпейтін жаңағыдай. Енді көтерілу керек қой, адам деген көтерілу керек. Сіздер қалай көтерілесіздер? Жет еркек дейсіздер. Жет еркек түгіл 70 еркек барды ғой. Солардың андай мындай деп шығарып сала берсеңіздер. Сіздер өздеріңізден де шықпай жатыр ғой сол. Адамға мін таға берсе ол шыға береді екен. Адамның жаратылысын сіздер зерттеген жоқсыздар әлі. Адамның жаратылысын түсінбейсіздер. Құдай тағала қалай жаратқан әр адамды. Оны сіздер түсінбей, сіздер осындай көзқараста отыра бересіздер. Бір-біріңізді шұқылап, ол бітпейді ол. Қазақтың сөзі бекер айтылмаған, бәле қайда, бастан аяқ астында деп ол шыға береді.
Әр адам өзінен байқаса болады. Біз неше өмірге келіп кеткен адамдармыз. Иә, сондықтан әр түрлі мінез бәрімізде жатыр. Адам күнделікті өзін өзі тәрбиелеп, күнде жуынамыз ғой, дәрет аламыз. Сол сияқты жан дүниемізді тазалап тұру керек. Әйелді кісілерге жәрдем бермектен артық сіздер жаңағыдай кейіп танытып атсыздар. Сіздер өте қатты болып жатырсыздар. Өте қатты болса да дұрыс болмайды. Өте жұмсақ болса да болмайды. Орташа бол деп Құранда жазылып тұр ғой. Сіздер өздеріңіз Құран оқисыздар да, сол Құранда не жазылып жатқанын талдамасаңыздар, оны түсініп алмасаңыздар, не керек оны оқи беріп? Оны өмірге пайдаланбасаңыздар, кімге керек ол? Бәрі көзбояушылық болып кетеді ғой сонда. Енді айттық, енді білгенімді айттым. Жақтырсаңыз да, жақтырмасаңыз да осы шындықты әр адам іздейді. Оның түйіні Құранда жатыр. Құрандағыны жасамағасын, ісіңе, өзіңнің жүріс-тұрысыңа соны пайдаланбаған соң, ол өтірік бәрі. Бәрі өтірік болып шығады. Өтірігің осылай шығады. Халық көріп отыр, тыңдап отыр. Сырт көз көрген дейді. Әйелдерге қамқорлық керек, әйелдерді сыйлау керек. Айтатын жерде айту керек. Бірақ сыйлай да білу керек. Сіздер бір тезек құрлы көрмей отырсыздар ғой. Ол мен арасында жүрмесем де сезіп отырмын ғой. Айттым ғой, көріп отырмын ғой. Дауыстарыңыздан танып отырмын ғой бәрін. Сіздердің 2 көзіңіз болса, менің 4 көзім бар. Дардай болыңыздар енді. Майдаланып жүре бермей.